Не деп сұрап жатқан жандар, бұл тұз, кәдімгі арал тұзы. Мен осыған аяғымды салып отырамын. Себебі тұздың сондай қасиеті бар, білесіздер. Жаман энергияны тартып алатын білесіздер. Одан кейін бұны не істейміз дейді, ештеңе істемейсіз, осы тазикте тұра береді менде. Күнде келемді, жаңағы намаздардың бәрін оқып болып, жатар кезде осыған аяғым салып, бір 10-15 минут телефон шұқылап отырып, аяғыммен осыны салып, былай қозғалтып, сөйтіп отырамын. Бұны тастамайсыздар. Біреулер айтады, төгіп тастаймыз ба дейді. Төкпейсіздер, осылай тұра береді. Сөйтем да, қайттан қасыма қойып қоя салам, тұра береді. Анам концерті өте керемет өтіп жатыр. Бақтай әнін шырқап сахнадан кетіп бара жатсам, осындай корзинамен қызғалдақтар ұсынды. Кім екен деп қарасам, үйдегі отағасы Айшердің осындай гүл екен. Міне көктемнің алғашқы күнінде осындай керемет концертте, оның үстіне мен Аминаны босанғалы бері енді концертке шығып жатырмын. Соның құрметіне мені осылай гүл қуантқан екен. Жаншыл рахмет, Алла разы болсын. Аңғарыңдар қазақтарды. Я, қазақтар бар ғой. Біз бір қыста 2 жылқы жеп қояды екенбіз. Солтүстікке келген. Мен өзім негізі бұлай ет жемейтін адам едім, білмеймін. Осы Астанаға көшкелі отбасымызбен осылай ғана 2 рет сойып алатын болыппыз. Оның үстіне қазір мен керемет еттен аламын. Керемет еттің еті де, фаршы да, жаңағы түшпәрасы да, вареники де, тіпті құс еттері де, сүр еттері де, жаңағы қайынға қақталған еттері де, бәрі керемет. Мына еттердің барлығы, мысалы шұжық, қазылардың барлығын осы керемет айналдырып әкеп бере ме әлде? Енді мен солай сұрадым, сол қызметтің өзі де ақылы, жоқ өзім үйде тұздап, өзім жасап аламын десеңіз де өзіңіз білесіз. Мен енді тапсырған кезде айттым Сайдакаға, Сайдака, мені білесіз, біз Шымкентте тек қана тұзбен тұздаймыз, бұрыш, жаңағы чеснок деген қоспаймыз, сол себепті менің өтінішімді орындап, тек қана тұзбен тұздап, біраз күн жаңағы сіңдіріп, содан кейін барып қазыға тығып, шұжықты тығып, солай маған дайындап әкеліп берді. Мен осы жерге балконға жайып қойдым. Енді қыс бойы балконында тұрады. Мына жерде үлкен емес, кішкене тай, 1,5 жасар тай, қазысынан өзі көрініп тұр ғой. Мына жіліктерінен көрініп тұр. Жіліктердің өзін қараңызшы, былай кәдімгідей өздерінің кесетіндермен кесіп, сүйектері шашырамай солай келеді. Керемет етке тапсырыс беріңіздер. Соғым шүйгім болсын. Иә. Қазақтың тойы бітпес. Қайырлы кеш баршаңызға Астанадан жалынды сәлем. Бүгін Еркеғали Рахматиев атындағы филармонияда Құдайберген Бекішевтің концертінен келіп қалдық. Үстімде әрине Ғани Көбеевтің тігіп берген әдемі көйлегі барқыттан. Қазір күз мезгіліне осы барқыттар әдемі көрінеді, өзім жақсы көремін. Бір ғана өлшем жасадық та, сонымен жайын тігіп берді. Амансыздар ма, қымбатты оқырмандар, міне бүгін біз киелі Түркістан қаласында кезінде қазаны қайнаған болса, қазір әні қайнаған Түркістаннан жалынды сәлем. Мен қасында тұрған сондай сұлу қыз, Қырғызстаннан келген үміткер Сырға Сағынбекова екеуміз бүгін өмір өзен әнді орындап шықтық. Сондай бір халықтың жылы лебізі, ыстық ықыласын біз сездік. Рахмет саған, сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Çok rahmat, мен Алтай жөнінен дуэттірдағаныма абдан қуаныштамын. Бірінші жолы Алтынай Жорабаеваның өмір өзенде ырдайсың дегенде Айбачында топынан кеттім. Себебі бұл ырды мен кішкентай бері ұғам, көп жылдан бері ұғып ырдап жүрмін. Аябай қуанышта болдым. Жана бүгін біздің атқаруымыз елге жақсы деп ойлаймын. Я мен оны да байқадым, шыны керек. Бұл әнді кішкентайынан тыңдап, оны өзің бойыңа сіңдірген барлығы байқалды. Себебі өзіңше бір ырғақтармен, иірімдерімен, сондай бір кең даусыңмен, диапазоныңмен емін еркін орындағаныңның өзі кәдімгідей менің жүрегіме жетті, халықтың да жүрегіне жетті. Çok rahmat, сізге çok rahmat.
Қайырлы күн баршаңызға. Біздің астанамызда күн керемет болып тұр. Бірақ дегенмен де қыс келе жатыр. Сол себепті сыртқы киімімізді дайындайық. Азурға келдім. Азурда выбор өте көп. Жаңа киімдер, тондар түсіп жатыр екен. Бағалары кез келген қалтаңызды көтеретін, өзіңіздің талғамыңызбен Азурдан таңдай аласыздар. Сарайшық көшесінде орналасқан. Азурға кірейік. Мен де келдім мына теддиларды алуға. Қазір жасылын алам, розовыйын алам мына жерде. Бұл дүкенді келіп көру керек. Выбор өте көп бұл жерде. Натуральный теддиларды қараңызшы қазір. Міне қандай модный. Осындай. Мынау 99 мың тұрады, со скидкой қазір. Мына жақта выбор көп, келу керек. Бұл дүкенге келіп қана көріп, көзді тойдырып, көңілді тойдыру керек. Өте мынау шикарный тонды алып жатырмыз. Сіңіліме сыйлыққа алып жатырмын. Бұның енді керемет сапа деген енді сұмдық енді. Азур. Мына екеуін алып жатырмын. Жеп жеңіл бұл. Бұлай түрі ауыр сияқты көрінетін шығар. Себебі бұның обработкасы өте жоғары деңгейде жасалғанда. Илеуі, яғни